Армысыздар құпия әңгімелер арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздерге өзімнің өте көркем шыққан шығармамның бірі «Көңілдес» атты әңгімемді ұсынғалы отырмын. Бұл да өмірде болған оқиға. Әңгімемнің кейіпкері тура жолдан тайып, сол өткен өмірінде өзіне жақсылық жасаған келіншектің күйеуіне ғашық болып, сол кісінің, яғни өзінің бастығының көңілдесі болғаны үшін қазіргі таңда қатты ұялады екен. Осы оқиға есіне түссе, өкініш өзегімді өртейді дейді. Әрі қарай кейіпкердің баяндауы бойынша. Мен 1980 жылы Алматы қаласына жақын маңдағы ауылда туып өстім. Отбасында ата-анам, 2 әпкем және менімен 5 жан едік. Ауылымызда өзге ұлттарда баршылық еді. Әпкелерім қазақ мектебінде оқыды. Мен көрші Надя әжейдің немересімен бірге оқимын деп болмай, орыс мектебінде білім алдым. Құрбыларымның көпшілігі орыс тілді болатын. Бала күнімнен осындай бір беткей, өз дегеніме жететін тіке мінез қалыптасты. Сабақты қызығушылықпен бар ынтамды салып жақсы оқыдым. Әкем момын кісі еді. Совхозда электрик болып жұмыс істейтін. Анам сол совхоздың егістік алқаптарында мезгілдік жұмыс жасайтын. Күзге қарай пияз, картоп жинауға шығатын. Үйде мал ұстайтынбыз, бау-бақша егеміз. Сиыр, қой, тауық, үйрек болатын. Анам мен әпкелерім осылардың барлығын қарайтын. Біздің ауылымыз үлкен трассаның жанында орналасқан еді. Біз әпкелеріммен бірге демалыс күндері осы трассаның бойына шығып, сүт, айран, жұмыртқа, бақшадан алма, өрік, қызанақ, қияр, бұрыш сататынбыз. Жолдан саяжайға кетіп бара жатқан орыстар және басқа да жолаушылар тоқтап, сауда жасайтын. Сөйтіп осы тапқан ақшамызға анамыз киім-кешек, майда-шүйдемізді алып беретін. Анам мінезі жайдары, көп сөйлей бермейтін, үй тіршілігіне пысық, үнемшіл жан болатын. Бізге барлығын ақылмен, сабырмен түсіндіріп үйретіп отыратын. Ешқашан дауыс көтеріп ұрысқан емес еді. Ал әкем момын жан болғанымен ішімдікке үйір болды. 2 күннің бірінде жұмыстан соң ішіп келетін. Кейде қатты мас болып қалғанда жұмыстағы бірге ішетін әріптестері үйге әкеліп тастайтын. Онда да дарбазаның сыртына отырғызып кететін. Әкем сонда жүруге шамасы келмей отырып, бізді дауыстап шақыратын. Біз, анам барлығымыз шығып, әкемді жетектеп сүйрелеп, үйге кіргізіп алатынбыз. Әкем осылай сөйлеп отырып ұйықтап қалатын. Қанша ішсе де ұрыс жанжал шығарып, анамызға қол көтергенін көрген емеспіз. Тек маған бір ұл туып бермедің, артымда тұқымым жоқ деп қызып қалғанда анама ренжіп, сөйлеген талай естіп едік. Сондай кезде бізше деп ойлайтынмын. Біз бармыз ғой, неге әкем ұл дей береді екен деп ойлап қоятынмын. Осылай жүріп бой жеттік. Әпкем мектепті бітіре салып өзі ұнатып жүрген сыныптасына тұрмысқа шығып кетті. Одан кейінгі әпкем мектепті бітірген соң тігіншінің оқуын оқып, ауылдағы тігін цехына жұмысқа орналасты. Мен мектепті бітіргеннен кейін Алматыға жоғары оқу орнына түссем деп армандайтынмын. Белгілі маман иесі болсам, жақсы жерде жұмыс істеп, үй көлік алып, қалада тұрсам дейтінмін. Теледидардан атақты әнші актрисаларға қарап қызығатынмын. Шіркін, өскенде мен де осындай әдемі болсам, әдемі көйлектер киіп, көлік жүргізсем деп, ұйықтар алдында жастықты құшақтап, қиялдап жататынмын. Тұрмыс құру, жігіт жайлы мүлде ойламайтынмын. Өйткені күйеудің барлығы әкем сияқты болатындай болып көрінетін. Әкем өте жақсы адам, бірақ үстінен үнемі арақ пен темекінің иісі шығып жүретін. Қатты мас болып ұйықтап қалған кездерінде төсекке кіші дәретін жіберіп қоятын. Мұны анам жуып шайып, бізге білдіргісі келмегенмен, мен бірнеше рет байқап қойып едім. Кейде мас болып дарбазаның сыртында жүруге шамасы келмей отырған кездерінде сыныптастарымның бірі көріп қалмаса екен деп қатты қысылатынмын. Кейінгісі үлкен әпкеме қарайтынмын. Мектеп бітіре салып махаббат, сүйдім-күйдім деп тұрмысқа шығып алды да, қатарынан 2 бала туып солардың жаялықтарына шыланды да қалды. Кейде үйге төртіндетіп келгенде бекер оқымаппын, тұрмысқа шығуға асыққан екенмін деп өкінгендей болатын. Кейінгісі ауылдың тіршілігі маған ұнамайтын. Мал, бақша, қой бағу, қозы қарау, осының барлығынан тезірек құтылуға асығатынмын. Сөйтіп жүріп, мектепті бітірген соң ата-анама болмай көндіріп, қаладағы ең таңдаулы оқу орнына жоғары білім алып, армандарыма жету үшін оқуға түстім. Анам сабақ басталарда бірсыпыра киім-кешек әперіп, жатақханаға орналастырып кетті. Студент атандым. Орыс тобында оқитынмын. Бар ынтамды сабаққа аудардым. Осылай қыздармен бірге сабаққа барып келіп оқып жүрдім. Анам мен әпкем ауылда жұмыс істеп, баяғыдай сүт, айран, жұмыртқа сатып,
сауда жасап мені оқытып жатты. Осылай жүріп, 2 жылымда өте шықты. 3-ші курста ақырындап жан-жағыма қарай бастадым. Мен оқитын білім ордасында жан-жақтан алыстан келгендер бірен-саран ғана екен. Көпшілігі жергілікті қала маңынан келгендер еді. Мұнда білімің жақсы болса, немесе дүниең көп болса ғана оқи алады екенсің. Осыған көзім жете бастады. Бай бағландардың балаларының дені осы жоғары оқу орнында оқиды екен. Осындай студенттерге қарап, өзімді салыстыра бастадым. Түр әлпетім, дене бітімім мінсіз, әдемі, тартымды болғанымен, киімім жұпыны еді. Анамның қымбат киім алып беруге шамасы келмейтінін білетінмін. Олардың мені осында оқытып жатқанына да шүкір деп киіміме аса мән бермеппін. Сөйтіп мен де осы байдың балалары секілді киініп жүріп тұрғым келді. Соларға еліктей бастадым. Ол үшін қосымша қаражат табу керек екенін түсіндім. Осылай сабақтан бос уақытта істейтін жұмыс қарастырып, сұрастыра бастадым. Сөйтіп мен жұмыс істей бастадым. Жанындағы жатақханадағы тобымдағы қыздардан күндізгі бөлім студенттеріне ыңғайлы жұмыс қарастырып сұрастырдым. Содан көрші бөлмедегі Өскеменнің Женя атты орыс қызы бір үлкен мейрамхана комплексінде даяшы болып жұмыс істейтін жұмысты ұсынды. Өзі сонда істеп жүргеніне біраз уақыт болып қалған екен. Сөйтіп медициналық құжат жасатып, сенбі күні қаланың ортасындағы 2 қабатты зәулім мейрамханаға бардық. Директордың орынбасары әр администраторға жолығып сөйлесіп, құжаттарында реттестіріп, жұмысқа тұрдым. Сол күннен бастап 3 күн ақысыз стажировкадан өтетін болдым. Администраторы Жанна ханым, жасы 40-тан асқан, ұзын бойлы, аққұба, қысқа, сары шашты, өзіне жақсы қарайтын әдемі үйлесімді киінген толықтау әйел екен. Маған істің мән жайын тәптіштеп түсіндірді. Өзі тек орыс тілінде ғана сөйлейді екен. Мейрамхананың жертөлесінде сауна мен бильярд бар екен. 1-ші қабаты үлкен мейрамхана. Кіре берісінде оң жағында гардероб, сол жағында мейрамханаға кіретін есік. Тіке жүрсең үлкен әдемі 2-ші қабатқа көтерілетін баспалдақ. Ал 2-ші қабатта түнгі клуб. Директордың кабинеті орналасқан екен. Түнгі клубтың би алаңы кең әрі үлкен. Айналасына жағалай жұмсақ дивандар мен әйнек үстелдер орнатылған. Мұнда келген қонақтар отырады екен. Төрде үлкен сахна, оң жақта ұзын бар. Сөрелерінде неше түрлі ішімдіктер мен сусындар. Қалада тұрып жатқаныма 3 жылдан асса да мұндай көркем қымбат мейрамханаға алғаш келуім еді. Осында жұмыс жасайтыныма қатты қуандым. Мен осы мейрамхананың түнгі клубына Женяның жанына даяшы болып орналастым. Клуб түнгі 12-ден таңғы 5-ке дейін жұмыс істейді екен. Сөйтіп сол күні кешкі 10-да жұмысқа келдік. Жатақханадағы бақтадағы күзетші апа мен Женя секілді мен де келісіп қойдым. Әр айда айлық алғанда аузын майлап, клубтағы банкеттерден сарқыт әкеліп беріп тұратын болдық. Болмаса, түнде жатақханадан шығармайды ғой. Оның үстіне жұмыстан таң ата ерте келесің. Сол кезде есік ашып, ішке кіргізу үшін алдын ала ескертіп келісіп алдым. Клубтағы даяшы мен барменнің дені мен секілді жап-жас ұл қыздар. Көпшілігі күндізгі, кешкі бөлімнің студенттері екен. Тек күзетшілер, кассир тәте мен гардеробтағы тәтеміз шамалы жасы үлкен кісілер. Ал клубтың администраторы бөлек екен. Бұл Жанна ханымнан кейінгі кіші админ Айқын есімді пысық жігіт екен. Мұнда жалақы ай сайын белгілі мөлшерде айлық, одан зейнетақы ұсталынады екен. Сосын күнделікті жұмыс істеп қызмет еткен әрбір үстеліңнен 10% алып отырады екенсің. Арасында қызмет еткен ұнаса, қонақтар қомақты ақша тастап кететін жомарт қонақтар да болады екен. Сөйтіп сыптай болып барлығымыз бір қалыпты форма кидік. Шаштарымызды дұрыстап, боянып сыланып алдық. Сағат түнгі 11-ден аса келуші қонақтар қарасы көбейе бастады. Музыка қосылып, диджей кешті бастады. Біз тапсырыс қабылдай бастадық. Женя мені жанына ертіп алып, барлығын үйрете бастады. Мен өзім жастайымнан елгезек пысық болдым. Қазақша да, орысша да сайрап тұрмын. Женяның айтқандарын қағып алып, тез үйренісіп кеттім. Сөйтіп, жаңғырған музыка, билеген, у-шу болған қонақтар, іші темекі түтініне толған клубтан басым мең-зең болып таң ата жатақханаға бөлмеме келе салып мұрттай ұштым. Жексенбі күні бойы ұйықтап, ұйқыны қандырып, түнде Женямен бірге тағы клубқа жұмысқа бардым. Осылай 3 күн стажировкадан өтіп, 4-ші күні алғашқы пайызымды ақша алдым. Аздау болса да, мұныма қуанып қалдым. Женяның айтуынша, бұл бастамасы осылай аздау болады екен. Болашақта кәдімгідей қомақты ақша табасың деді. Осылай түнімен жұмыста, күндіз ұйқысырап сабаққа барып оқып жүрдім. Жұмыс істеп жүргенімді ата-анама айтпадым, олардан жасырдым.
Арада бір айдай уақыт өткен соң жұмысыма әбден үйреніп алдым. Оқуға да, сабаққа да үлгеріп, уақытымды өз орындарына қойып алдым. Жұмыста өзімнің тұрақты клиенттерім де пайда болды. Шынымен Женя айтқандай, күннен күнге табысым арта түсті. Алғашқы айлығымды да алдым. Одан қалса күнделікті пайызым бар. Осылай жүргенімде бір күні арамыздағы даяшы, есімі Мақсат, біз оны қысқартып Макс дейтінбіз. Сол жігіттің туған күні болды. Макс басқа университетте заңгерлер факультетінде оқитын студент еді. Сол күні клубқа Макстың достары, группаластары құттықтап келіп кеш жасады. Мен сол үстелге қызмет еттім. Жұмыс аяқталған соң барлық даяшылар жаңағы достары өзіміз отырып оның туған күнін атап өттік. Сол жерде кеш басталғалы бері маған қайта-қайта қарап отырған досы мені ұнатып қалғанын айтып сөз салды. Мен әрине сенбедім. Сөзінің соңын қалжыңға айналдырып, салмақты қабылдамадым. Бай біреудің ерке ұлы мені ермек еткісі келген болар деп ойладым. Сөйтіп Макстың туған күні біткен соң клубтың развозкасына отырайын деп жатқанда, әлгі Макстың досы көлігімен жатақханаға апарып салайын деп өтінді. Мен ойланып тұрғанда Женя келісе кетті. Развозкамен 1 сағат жүреміз. Мына жігіт қиылып тұрғанда, жеңіл көлікпен зу етіп 15 минутта жатақханаға ұшып бармаймыз ба, кеттік деп, әлгі жігіттің көлігіне отырдық. Жол бойы жақынырақ танысып әңгімелесе отырып жатақханаға да жетіп алдық. Бұл жігіт Тараз қаласының жергілікті жігіті екен. Бір үйдің кенжесі, болашақ заңгер екен. Есімі Ерлан. Осында кіші ағасының қолында оқиды екен. Ағасы құзырлы органда істейтін көрінеді. Ата-анасы үлкен білім ошақтарында лауазымды қызмет атқарады екен. Үлкен ағасы жеке кәсіпкер, бақуат отбасының баласы екені көрініп тұрды. Астында шетелдің жап-жаңа көлігі. Мұндай көлікті біздің оқу орнымыздағы қоғамның қаймақтарының балалары мінетін. Сөйтіп, рахметімізді айтып, жылы қоштасып жатақханаға келдік. Сол кештен кейін Ерлан бізге клубқа жиі келетін болды. Әр келген сайын жұмыстан соң көлігімен Женя екеумізді жатақханаға әкеліп тастап жүрді. Кейін оқу орныма да іздеп келді. Уақыт өте мен де оны ұнатып қалғанымды сездім. Бірақ Ерлан менен 1 жас кішілігі бар еді. Ол мұны 1 жас ит жас құрдаспыз ғой деп қалжыңға айналдырып жіберетін. Сөйтіп, қыз жігіт болып кездесе бастадық. Осылай жүріп бір күні ағалары Таразға кеткенде, Ерлан мені үйіне қонаққа шақырды. Мен сол кеште не боларын біле тұра баруға келістім. Сөйтіп сол түні махаббат сезіміне масайып, өз еркіммен Ерланға беріліп қойдым. Пәктігіммен қоштастым. Мұныма еш өкінбедім де. Өйткені мен оны сүйетін едім. Алда не болады деп ойламадым да. Ол жайлы ойлағым да келмеді. Сол түннен кейін Ерлан екеуміз бір-бірімізге тіпті жақын болдық. Бір-бірімізді шын сүйдік. Ерлан ауқатты отбасынан болғанымен өте қарапайым жақсы жігіт еді. Өзінің айтуы бойынша мен оның өміріндегі шын ұнатып сүйген екінші қызы екенмін. Алғаш мектеп қабырғасында жай бала махаббаты болса, мен ересек өміріндегі шынайы сүйген алғашқы қыз екенмін. Ерлан екеуміз жиі кездесіп тұратын болдық. Ол әр кездесуге келген сайын маған ерекше тосын сыйлар жасайтын романтик жігіт еді. Екеуміз осылай жүріп жаттық. Мен бұл кезде түнгі клубта әбден пысып алдым. Ішімдіктер мен сусындардың түр-түрін білдім. Барменге көмекші болып, неше түрлі коктейльдер даярлауды үйрендім. Ішімдіктердің грамдарына ақша жасайтынбыз. Банкеттерден қалған ішімдіктерді күзетшімен келісіп алып кететінмін. Жатақханаға бөлмеге апарып, үлкен шабаданыма жасырып қоятынмын. Сөйтіп жақын маңдағы дүкендерге тәтеге өткізетінмін. Айлығыма да тиіспей жинап жүрдім. Өйткені күнделікті алатын 10%-ым тұрақты клиенттерін тастап кететін ақшам ары-бері жүруге майда шүйдеме артығымен жететін. Тамақты ауылдан анам салып жібереді. Мейрамханадан тамақтанамыз, әйтеуір тоқ жүретінбіз. Осылай жүргенде бір күні Ерлан мені аға жеңгесімен таныстырды. Ол кісілер мені жақсы қабылдады. Ағасы түрі сұсты, аққұба, бойы ұзын, ірі денелі жігіт ағасы екен. Мені тергегендей, өзім отбасым жайлы тәптіштеп біраз сұрады. Сосын үйленуге асықпаңдар, алдымен оқуды аяқтап алыңдар деді. Ал жеңгесі өте сұлу екен. Алматының жергілікті жердің қызы. Әкесі білдей атақты жазушы екен. Өзі де жоғары білімді заңгер. Жеке нотариалды қызмет көрсететін кеңсесі бар екен. Сүп-сүйкімді 2 балалары бар. Керемет отбасы екен. Сөйтіп Ерлан екеуміз жайлы оның отбасы хабардар болды. Бір күні жігітім енді менің ата-анаммен танысқысы келетінін айтты. Мұны естігенде ішім қылп ете қалды. Менің отбасымды көрсе не дейді екен? Әкемнің түрі анау, анам мен әпкелерім өте қарапайым жандар. Ал өзім қалада жұмыс істеп жүріп, қаланың өміріне әбден төселіп алып едім.
Өзім оқитын оқу орындағы студенттер секілді киінетінмін. Өзіме қарап, шашымды соңғы үлгімен қидырып, үнемі маникюр, педикюр, майкап жасап әдемі болып жүруге тырысатынмын. Сырт көзге мені ешкім ауылдың қызы, осындай отбасынан шыққан деп ойламайтын. Сөйтіп ақыры жігітім болмаған соң, кезекті бір мерекеде оны ауылға отбасымен таныстыруға ертіп бардым. Анама алдын ала хабарлап қойған болатын. Анам ебелектеп, уайымдап қалып еді. Мен болашақ күйеу балаңызбен таныстырамын деп, оның ауқатты отбасының баласы екені жайлы да шет жағасын айтып едім. Мұны ескерткенім, сол күні әкем ішпесе екен деп едім. Үйге жақындағанда бір түрлі қобалжи бастадым. Ал Ерлан болса көңілді, аппақ сым мен жейде киіп, шырттай болып киініп алған. Жолдан тәттілер мен анама гүл алған. Сөйтіп үйге келсек, анам біраз дайындалып, дастархан жасап қойыпты. Екінші әпкем де тұрмысқа шыққан болатын. Аяғы ауыр, іші үлкейіп қалыпты. Үлкені екеуі де келген екен. Үлкен әпкемнің балалары өсіп қалыпты. Мұрындары ағып, алдымыздан жүгіріп шықты. Ерлан беттерінен сүйін десе сүйетін жер жоқ. Кір-кір болып жүр. Мұны байқаған әпкем екеуіне ұрсып дереу барып, беті қолдарын жуып, киімдерін ауыстырып шықты. Сөйтіп, жігітімді анамдармен таныстырдым. Әкем үлкен жездемен дүкенге кеткен екен. Қазір келіп қалады деді. Сөйтіп дастархан басына жайғастық. Ерлан үйдің ішіне жан-жағын барлап бір қарап қойды. Жымиып асықпай, шайын ұрттап қойып отыр. Ішінде не ойлап отырғанын кім білсін. Бір кезде сырттағы дарбаза шиқылдап ашылып жабылды. Көңілді дабырлап сөйлесіп келе жатқан әкемдердің дауысы естілді. Біз орнымыздан тұрдық. Әкемдер кірген соң Ерланмен таныстырдым. Әкем жігітіме бастан аяқ бір қарап шықты. Сөйтіп үлкен жездеммен де танысты. Әкем екеуі кішкене ішкен көрінеді. Олардың ішіп алғанын көрген соң ішімнен қылпылдап, одан әрі қобалжи бастадым. Әйтеуір абыроймен біз кеткенше тағы ішпесе екен деп едім. Бірақ олай болмады. Жездем мереке ғой, болашақ бажам келе жатыр екен деп арақ сыра алып келіпті. Сөйтіп әкем де оны қоштап, анама стақан алдырды. Ерлан, мен көлік жүргіземін, ішпеймін, айып етпеңіз деп бас тартты. Оның мұнысына жездем ренжіңкіреп қалды. Содан анам ыстық тамақ әкелді. Осы уақыт аралығында әкем мен жездем едәуір ішіп қыза бастады. Әкем тағы да ұл жайлы сөз қозғай бастады. Енді ұлым жоқ демеймін, сендер маған ұлымдайсыңдар. Ерлан да бұйыртса менің ұлымдай болады. Мен бүгін соған қуанып отырмын. Осындай оқыған-тоқыған, білдей заңгер ұлым болады деп шын қуанып отырды. Ал жездем әкемнің осы сөздеріне тымырайып тырысып отырғандай көрінді маған. Сөйтіп, бір кезде менің жігітіме тиісе бастады. Сен енді қаланың ақсаусақ бай жігітісің ғой, көлігің де керемет екен, балдысың пысық қой менің, аузын ашып жүрмей, сен де жігітті құрығына іліктіріпті деп, аузына келгенін айта бастады. Әпкемнің қойсаңшы дегеніне қарамай, оны бір боқтап жіберді. Оның мұнысына әкем бажырайып бір қарады да, менің қызымды көзімше неге боқтайсың деп көтеріліп кетті. Ерлан, әкем мен жездемді қойыңыздар деп сабырға шақырып еді. Жездем кекесінмен мысқылдап, ей, аппақ періште, сен өзіңше мәдениетті болмай-ақ қойшы. Балдызыма үйленемін десең, осындай қойылымдарға үйрене бер. Біз осындаймыз, ауылбай іскейміз деп, аузынан түкірігі шашырап, қарқылдап күлді. Анам мен әпкелерім болды қойыңдаршы деп шыр-пыр болып жатыр. Әкем бірінен кейін бірін арақты сіміреп, меңірейіп отыр. Содан бір кезде Ерлан тұрды да, анама рахмет айтып, әпкелеріммен қоштасып, маған қалаға қайтасың ба, әлде қаласың ба деп сұрады. Мен әрине қайтамын деп, анамдармен қоштасып, көлікке отырып үйден шығып кеттік. Екеуміз үн-түнсіз келе жатырмыз. Ерлан көлікті ызғытып айдап келеді. Мен не дерімді білмедім. Оның ашуланып отырғаны белгілі еді. Осылай бір сәтте тезақ қалаға да жеттік. Мені жатақханаға алып келді. Көлікті тоқтатқан соң, Ерлан неге үндемейсің деп сөйлеген сол еді. Ол ашулы жүзбен маған қарап, туыстарым мал екен. Менің отбасым мұндайды түсінбейді демесі бар ма? Көзімнен ыстық жас ыршып кетті. Ашу ызаға булығып жылап жібердім. Отбасымды мал дегені жүрегіме оқтай қадалды. Әрине әкем мен жездемдікі дұрыс болмады. Сонда да әкемді мал дегені жаныма қатты тиді. Қандай болмасын ол менің әкем еді. Сөйтіп екеуміз осы жерде қатты ұрсып қалдық. Мен жылап көліктен түсіп қалдым. Ол ашуланып көлігімен ызғытып кетіп қалды. Жатақханаға бөлмеме келіп әбден жыладым. Бөлмедегі қыздар үйлеріне демалысқа кеткен болатын. Ешкім жоқ еді. Осымен бәрі бітті деп ойладым. Ерлан сол кеткеннен мол кетті. Алдын бір
мерекеде маған ішіндегі номермен бірге ұялы телефон сыйлаған болатын. Ол кезде ұялы телефондардың жаңадан шығып жатқан кез еді. Күнде сол телефоныма қайта-қайта қарап қоямын. Хат-хабар ештеме жоқ, не қоңырау шалмайды. Осылай көңілсіз ұнжырған түсіп, жұмысымды істеп жүре бердім. Сөйтіп жүргенде бір күні асқа тәбетім шаппай, жиі басым ауырып, жүрегім айни бастады. Осы күйімді байқаған Женя: "Осы сенің аяғың ауыр емес пе? Тест алып тексеріп көрейік те" деді. Содан жүгіріп барып, жатақхананың астыңғы қабатындағы дәріханадан тест алып келді. Тексеріп қарасам, 2 қызыл сызық шығып тұр. Аяғым ауыр екен. Мұны көрген Женя маған ұрса жөнелді. "Үлкен адамсыңдар, сақтанып жүрмейсіңдер ме? Үйленгенге дейін сақтану керек еді. Енді не болды? Екеуің ұрсып қалдыңдар. Ерланың жоқ болып кетті. Ол қоңырау шалмаса, сен хабарлас. Аяғыңның ауыр екенін айт. Ол да жауапкершілікті сезінсін" деген соң, жылап сықтап отырып Ерланға хабарластым. Ол тұтқаны көтермеді. Сосын аяғымның ауыр екенін айтып, хабарлама жазып жібердім. Бірақ ешқандай жауап келмеді. Тек кешке қарай белгісіз бір номерден: "Мен Ерланмын ғой, 1 сағаттан соң кездесейік. Менің телефоным бұзылып қалды. Осы мекен-жайға кел" деп, мекен-жайы жазылған хабарлама жазып жіберіпті. Мұны көріп қуанып кеттім. Сөйтіп жылай-жылай бұлаудай болған бет қолымды жуып, үсті-басымды реттеп, боянып, сыланып, Женяға ескертіп, межелі уақытта әлгі мекен-жайға бардым. Бұл біздің жатақханаға жақын маңдағы кішігірім мейрамхана еді. Ішке кіріп, бос үстелдің біріне жайғасып, сусын алып ішіп отыр едім, есік жақтан Ерланның ағасы кіріп келді. Ол кісіні көріп таң қалып орнымнан атып тұрдым. Ары-бері қарасам, артында Ерлан көрінбейді. Менің состиып тұрғанымды көріп, ағасы келіп қарама-қарсы орындыққа жайғасты. Маған да "Отыр" деп ымдады. Мен отырған соң ағасы сөз бастады. "Мені көріп таңғалған боларсың. Алмуша, сен енді Ерланды ұмыт. Сен ақылды пысық қызсың. Алда талай жетістіктерге жетесің. Мен бұған сенемін. Ерлан әлі бала ғой. Отбасымызда біз оны еркелетіп өсіргенбіз. Ата-анам одан үлкен үміт күтеді. Өкінішке орай, сен және сенің отбасың бізге тең емес. Мен мұны о бастан білгенмін. Сенімен таныстырғаннан кейін-ақ сен жайлы, отбасың жайлы ақпарат қарастырғанмын. Сөйтіп, Ерланға отбасымен таныс деп айтқан болатын. Барлығын өз көзімен көрсін деп едім. Болмаса, кейін сендер біздің үйленуімізге қарсы болдыңдар деп ренжіп жүрмесін деп едім. Міне соңында өзі барып отбасыңды барлығын көріп келді. Анадай алқаш әкеңмен құда бола алмаймыз. Мына ақшаны ал да барып жасанды түсік жасат. Бұл Ерланның баласы дегенге сенбейміз. Түнгі клубта істейтін қызсың. Кім біледі, мүмкін Ерланды өзіңе үйлендіруге құрған тұзағың болар. Мен сені түсінемін. Әрине бақуат отбасына келін болғың келетін шығар, бірақ мұныңнан түк шықпайды. Менің қайда жұмыс істейтінімді білесің. Енді Ерланды мазалаушы болсаң, менен жақсылық күтпе" деп маған нығыздап айтты да орнынан тұрып кетіп қалды. Мен оның ағасы бұлай айтады деп күтпеген едім. Көзімнен жас мөлтілдеп, меңзең күйде отырдым да қалдым. Сөйтіп үстелдегі ақшаны алып, тірі өлік секілді жаяулатып жатақханаға келдім. Келсем, Женя мені тағатсыздана күтіп отыр екен. Келе салып сұрақтың астына алып жатыр. Мен мән-жайды айттым. Енді не істеймін деп басым қатты. Женяның мұндайдан хабары бар екен. Ертең дәрігерге барып, аборт жасатамыз деді. Сол күні түнімен ұйықтай алмай жылап шықтым. Махаббаттан жаралған бейкүнә Шарананы, Ерлан екеуміздің махаббатымыздан жаралған бейкүнә Шарананы өз қолыммен қалай өлтіремін? Дүние есігін ашпай жатып, оның не кінәсі бар еді? Өзіме де қатты ашуландым. Қандай жауапкершілігі жоқ адам едім. Тұрмысқа шықпай жатып, ойланбай от бастым. Осылай жылай-жылай таңертең Женямен бірге ауруханаға бардық. Сөйтіп анализ тапсырып, УЗИға түсіп, жүктілік мерзімі кішірек болған соң жасанды түсік жасаттым. Отадан шыққан соң Женямен тосып алып, такси шақыртып, жатақханаға келдік. Осы бейкүнә сәбидің обалы Ерлан мен соның отбасының мойнында болсын дедім. Мен әлі сендерге көрсетемін. Алқаштың қызының қандай болатынын деп, ішімді ыза кернеп, мен де адам боламын. Олардан асып түспесем, кем болмаймын деп, болашаққа қарай белімді бекем будым. Сөйтіп өткеннің барлығын ұмытуға тырысып, оқуыма, жұмысыма ден қойдым. Алдыма мақсат қойдым. Қайтсем де соған жетемін деп тырысып жүрдім. Кейінірек анам мен үлкен әпкем хабарласып, кешірім сұрады. Анам Ерланмен екеуміздің айырылысып кеткенімізді естіп, жылап қалды.
Бірақ анама жасанды түсік жасатқанымды айтпадым. Ал жұмысым жайлы шет жағасын айтып ескертіп қойдым. Мұныма анам сабағыңа кедергі болмасын, ақылың бар ғой, байқап жүр деп ескертті. Анаммен сөйлескеннен кейін біраз көңілім босап қалды. Анашым мен оқысын, адам болсын деп қалаға жіберіп еді. Менің істегенім мынау болды. Сөйтіп күндіз сабақта, түнде жұмыста уақыт зымырап өтіп жатты. Осылай соңғы курсқа да өттім. Жұмыс істеп жүріп, банктен шот ашып, ақша жинап жүрген болатынмын. Соның үстіне тағы да айлығымның барлығын салып отырдым. Ерланнан кейін жігіт атаулыға қарамай, жаныма жолатпай да қойдым. Тек оқуды, жұмысты ғана ойладым. Осылай жүргенімізде мейрамханамыздың директоры Астанадан тағы да осындай комплекс ашып, Жанна ханым сол жаққа директор болып ауысып кетті. Ал біздің админ сол Жаннаның орнына ауысты. Түнгі клубқа администратор етіп, директорымыз Женяны тағайындады. Сөйтіп Женя мені үлкен даяшы етіп, мен енді барлық бармен мен даяшылардың үстінен қарайтын болдым. Женя жоқта банкеттерге, кештерге тапсырыс алатын болдым. Мейрамхана жұмысының барлық қыр-сырын меңгеріп алдым десем де болады. Осылай жүріп, соңғы курсты аяқтап, белгілі маман иесі атандым. Қолыма диплом алдым. Женя құрбым да диплом алып, мұны екеуміз клубта керемет етіп атап өттік. Сол кеште директорымыз, ұжымымыз ақшалай көрімдік беріп, бір байып қалдық. Жатақханадан шығып, Женя екеуміз клубтағы қыздармен бірге пәтер жалдап тұра бастадық. Енді сабақ жоқ, күндіз боспыз. Мен ақырындап өз мамандығым бойынша жұмыс қарастыра бастадым. Көп жерлерде стажыңа қарайды екен. Жаңа оқу бітірген жас маманды жұмысқа алғысы келмейтін көрінеді. Сөйтіп, бір құрбымның тәтесі қаладағы бір бай кісінің үйінде аспазшы болып жұмыс істейтін еді. Сол кісінің хозяйкасы өзіне көмекші іздеп жатқанын айтты. Мен мамандығым аудармашы еді. 3 тілде еркін сөйлеп жазатынмын. Клубта жүріп, компьютерді да жақсы меңгерген едім. Содан сол тәтемен сөйлесіп, хозяйкасымен кездесіп көрейінші, ол кісіге қандай істе көмекші қажет екен, көре салайыншы деп сөйлесуге бардым. Ол кісілер қаланың жоғарғы жағында, тау бөктерінде, байлар тұратын ауданда тұрады екен. Үйлері біздің мейрамхана комплексінде 2 қабатты үлкен екен. Дарбаза алдында күзет. Сөйтіп ішке кіріп жаңағы хозяйкасымен танысып сөйлестім. Сөйтсем, хозяйкамызға емес, күйеуіне жеке көмекші қажет екен. Күйеуінің үлкен жеке кәсібі бар екен. Соған қазақ тілін жетік білетін маман қажет болыпты. Күйеуі осындай маман табуды әйеліне тапсырып, өзі іс сапармен шетелге кеткен екен. Ал әйелі қаладағы шағын мемлекеттік бір фондты басқаратын көрінеді. Жап-жас әдемі келіншек екен. Менен 8 жас қана үлкендігі бар. Сөйтіп мені күйеуінің жұмысына көмекші етіп жұмысқа қабылдады. Күйеуінің кеңсесі қаланың ортасында екен. Сонда қажетті құжаттарымды түгендеп, кадрлер бөліміне барасын деп жіберді. Бір жеті жұмысыңа қараймыз. Ақылы стажировкадан өтесің. Кейін жұмысын күйеуімнің көңілінен шығып жатса, әрі қарай өзі шешеді деді. Сонымен сол күні барлық құжаттарымды түгендеп, ертесінде кеңсеге бардым. Кадрлер бөліміне кіріп, хозяйкамның аты жөнін айтып, сол кісі жібергенін айттым. Сөйтсем, кадр бөлімінің де хабары бар екен. Менің барлық құжаттарымды рәсімдеп жұмысқа қабылдады. Айлығым аздау болғанмен өз мамандығыма сай келеді. Түнгі клубта істегенше, осындай кеңседе істеген абыройлы ғой деген оймен мейрамханадан клубтан кеттім. Жаңа жұмысымда бастығым шетелдерден соңғы үлгідегі технологияларды, камера, видеоснабжение, сигнализация, домофоны, осы сынды заттар алдыртып, Қазақстанның барлық қалаларына таратып, өзінің жеке дүкендерінде сатады екен. Арнайы тапсырыс беретін жеке мекемелер де көп екен. Кеңседе түрлі топтағы жұмысшылар бар. Көпшілігі орыс ұлтының жігіттері, орыс тілді мамандар еді. Қазақтар бірен-саран ғана, онда да тек орыс тілінде сөйлейді. Сол үшін қазақ тілінде еркін сөйлеп жазатын маман қажет болған екен. Менің міндетім бастыққа келетін қоңырауларға жауап беру, факсты қабылдау, келісім шарттарды 2 тілде компьютердан басып шығару, осы секілді жұмыстарды атқаруым керек еді. Бастық жоқта орынбасарымен жұмыс істеймін. Сөйтіп, жаңа жұмысыма кірісіп кеттім. Тікелей бастығының орынбасары Аслан деген жігіт маған барлығын көрсетіп үйретіп жүрді. Мені жұмысқа қабылдағанда бастығымның жоқ болғаны жақсы болды деп қоямын. Мен барлығын үйреніп алғанша келмей-ақ қойса екен деймін іштей. Осылай күнде таңертең сағат 8:30-да кешкі 6-ға дейін жұмыс істеймін. Сенбі жексенбі күндері демаламын. Осылай жүріп 1:07-де өте шықты. Стажировка бітті.
Содан Аслан, ары қарай жұмысыңды істей бер. Бастық іс сапардан кейін отбасымен Түркияға жазғы демалысқа кетеді. Келген соң көре жатармыз деді. Жұмыстағы әріптестерімнің барлығының жеке көліктері бар екен. Әйелі де, еркегі де көлік жүргізеді. Сөйтіп жүріп мен де автошколаға, кешкі курсқа оқуға жазылдым. Күнде кешкісін жұмыстан соң 2 сағатқа курсқа барып оқып жүрдім. Алдын Ерланмен кездесіп жүргенімде ол да маған көлік жүргізуді үйреткен болатын. Мұны жап-жақсы меңгеріп алып едім. Сөйтіп практикада көлікті емін-еркін жүргізіп кеттім. Үйретушім мені мақтап қоятын. Сен басқаларға қарағанда тез үйрендің деп. Сонымен ол жерден емтихан тапсырып, автошколды бітірді деген куәлік алдым. Кейін Асланның көмегімен көлік жүргізуші куәлігін де алдым. Осылай жүріп жаңа жұмысыма әріптестеріме де үйренісіп кеттім. Содан жұмыстағы менеджер жігіт Вовканың ескі көлігін сатып, салоннан жаңа көлік аламын деп жатқанын естіп қалдым. Жұмыстан соң сол Вовкадан көлігіңді көрсетші деп тұрақта тұрған көлігін қарадым. Ескі көлігім дегенге тіпті ескіме десем, жап-жаңа 2 жыл ғана мініп жүрген жеңіл көлік екен. Маған алсаң, бағасын кішкене түсіріп беремін деп қояды. Содан мен банктегі бар жинаған ақшамды шешіп алып, Вовканың көлігін сатып алдым. Мұныма қатты қуандым. Содан алғаш өз көлігіммен ақырындап таңертең кеңсеге келдім. Автотұраққа келіп, белгілі сызыққа көлігімді түзу қоя алмай қиналып тұрғанымда жаныма үлкен қара джип көлігі келіп тоқтады. Ішінен сыптай костюм сым киіп, қап-қара көзілдірік тағып алған бір жігіт ағасы түсіп, маған қарап жымиып, көлігіңізді қоя алмай тұрсыз ба? Келіңіз мен қойып берейін деді де, көлігіме отырып артқа шығып, қайта келіп, түп-түзу қылып қойып берді. Түрі өте таныс секілді. Сөйтсем, бұл менің тікелей бастығым екен. Турциядан демалыстан келіп, бүгін жұмысқа шығыпты. Бұл кісіні тек суретінен ғана көріп едім. Өмірде мүлде басқа екен. Содан бұл біздегі Вовканың көлігі емес пе деп менен сұрап қояды. Мен сасқанымнан, иә, бірақ мен жақында ғана сатып алғанмын дедім. Сөйтіп өзімді таныстырып едім. Ол кісі жымиып, Аслан айтқан жаңа көмекшім сізсіз бе? Бізге бір Анджелина Джоли келді деп еді, сол сіз екенсіз ғой деп күлді. Мен түк түсінбей оның соңынан еріп кеңсеге кірдім. Білдей бастық болса да, қандай жайдары, қарапайым адам еді деп көңілім орнығып, бастығыма риза болып қалдым. Бұл әңгіменің бірінші бөлімінің жартысы. Келесісін, әңгіменің қалған жартысын, яғни соңын, келесі бөлімнен оқи аласыздар. Әңгіменің авторы және дыбыстап оқыған Жазира Төлешова. Әңгіменің екінші бөлімін жіберіп алмас үшін осы каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.